Қайырлы күн, достар, сіздермен бүгін тағы да Тарих мектебі каналы. Бүгін сіздерге ғұлама ғұмыр айдарының жалғасы ретінде үлкен тұлғаны назарларыңызға ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын өздеріңіз тауып көріңіздер. Бұл тұлға дүниеге келген кезде қолына қан ұйығы болған. Ол ұлылықтың белгісі деп айтады. Аңызға сәйкес, бұл тұлға дүниеге келгенде оған ұлы билеушінің тағдырын берген дейді. Бұл ұзын бойлы, сары шашты, көзі жасыл, ұзын сақалды болған адам. Қанының 50% еуропалық, 50% азиялық тегі болған адам. Бұл ерекше көрініс азиялық және европалық гендердің бірегей қоспасының арқасында болған дейді. Тұлға Монғолияның территориясында дүниеге келген, бала жасынан жастайынан жетімдікті көрді, бірақ кейін өзіне қарсылық көрсеткендердің барлығын тізе бүктірді. Яғни сіздерге айтқан бұл мәліметтегі ұлы тұлға Шыңғыс хан. Шыңғыс ханның 1155 жылы дүниеге келгені расталды. Туа біткен есімі Темучин. Темучин деген атау әкесі Есугей Баһадүрге қарсылық білдіріп, басын оңайшылықпен имеген, бірақ түбінде жеңіліске ұшыраған жауының аты болса керек. Темучин бала кезінен өте зерек, соғыс өнеріне жетік болғандықтан кез келген жекпе-жекте жауларын жеңіп кететін еді. Осы қасиетіне қарай Керей ханы Торы хан Темучинге Жеңіс хан деген атақ береді. Жеңіс хан деген сөз айтыла келе буын үндестігіне ұшырап Шыңғыс хан деп таралады. Шыңғыс хан өзінің өмірінде өте үлкен реформатор болды. Өйткені ол мемлекетті басқару жүйесінің бірден-бір дұрыс жобасын ойлап тапқан тұлға. Екінші, дипломат. Шыңғыс ханды дипломат деп айтуымыздың себебі, ол ультиматум қоюдың шебері еді. Тарихта белгілі болғандай, мемлекеттерге немесе қалаларға шабуыл жасаған кезде Шыңғыс хан алдын ала өзінің қолбасшыларын жіберіп, мемлекеттерге ескерту беретін. Шыңғыс ханның тізесін құшақтап, жеңілгенін мойындап, оған салық төлейді. Ондай болса мемлекет сол күйінде сақталады. Ал қарсылық білдіріп, Шыңғыс ханды оңай мойындамайтындардың түбімен жойылатындығы айтылған. Яғни бұл дипломатиялық саясаттың қатыгез болса да бірегей түрі. Мықты қолбасшы екені белгілі, сонымен бірге сонау Қытайдың шекарасынан Европаға дейінгі аралықты жаулап алушы және көзінің тірісінде бір орталыққа бағынған өте мықты мемлекетті құрушы болып танылады. Шыңғыс хан мемлекетті не арқылы биледі десе, оның яса жинағының болғандығын растаймыз. Шыңғыс ханның ең мықты сөздерінің барлығы осы яса жасағында жинақталады. Яса дегеніміз қаулы немесе заң деген сөзді білдіреді. Яса екі бөлімнен тұрады. Біріншісі әскери құқықтық заңдар, екіншісі өзі туралы айтылады. Бұл яса жинағы 1225 жылы бекітіліп, барлық моңғол ұрпақтары осы заңға бағынуға тиісті болып табылған. Яса жинағын зерттей келе, Әбілғазы Баһадүр хан өзінің түрік шежіресі еңбегінде былай деп жазады. Шыңғыс ханның яса жинағы кейінгі ұрпақтарға үлгі болып қалды. Не оған ешқандай өзгеріс енгізілген жоқ, не ол жойылған жоқ дейді. Шынайына келгенде яса жинағы қазіргі күнге дейін жеткен жоқ. Оның әр парақтарын тауып арқылы түрік шежіресінде Әбілғазы Баһадүр мынандай ұстанымдарды ұсынады. Шыңғыс хан жанмен тәнім шаршаса да жамағатым азбасын. Қара басым қажыса да қағанатым тозбасын деген ұранды берік ұстаған. Жауларына және балаларына қарсы келгенді аяма,
бағынғанға қоқаңдама деген тапсырма берген. Жауыңды жеңем десең, жарағың жаныңда болсын. Өз қосыңнан өлмей айырылма. Өз үйің басқара алмайғандар өзгені де басқара алмас. 10 адамға сөзін өткізе алғандар 10 мыңға да бас болады. Ханына адал сардар қарамағындағыларға қадірлі. Өзі үшін жамандықтан тыйылған адам ел үшін де қиылар. Көргені көп тобырдан өнері бар жалғыз жақсы. Қалың қара тобырдан билік білер жалғыз артық деген сөздері осы күнге дейін қанат сөздер болып жетіп отыр. Шыңғысхан мемлекетті басқарған кезде өзінің әкімшілік аймақтық бөліністерін 95 әкімшілік бөлікке бөлген. Олардың әрқайсысын түмендер басқарды. Түмен дегеніміз әр әскердің жасағында 10 мың әскерден тұрады. 10 мың әскер жүздіктерге бөлінеді, жүздіктер ондықтарға бөлінеді. Яғни 10 басы, 100 басы түмен басылар өз әскерлерінің толық соғысқа дайындығына, қару-жарақпен қамтамасыз етілуіне, тамақпен азықтануының барлығына тікелей жауапты болды. Сонымен қатар ол өзінің әкімшілік аймақтарын үлкен 3 бөлікке бөлді. Оң қанат, орталық және сол қанат деп бөлді. Яғни олар сол қанаты Барунгар, орталығы Кул, оң қанаты Жоңғар деп аталды. Міндетті түрде жылына бір рет құрылтай жиналысы өткізілетін еді. Құрылтай дегеніміз Моңғол империясының басқару жүйесі, бізше аударғанда кеңес немесе мәжіліс деген мағынаны білдіреді. Құрылтайға міндетті түрде Моңғол империясындағы Шыңғысхан ұрпақтарынан таралған барлық адамдар қатысуға міндетті болды. Осы құрылтай жиналысында қай елге соғыс ашатынын, кімдерге шабуыл жасайтынын, ультиматумды кімдерге қоятыны туралы үлкен тақырыптар талданып отырды. Кешіктен дегеніміз кімдер? Осы түмен басы, 100 басы, 1000 басылардан бөлек әскери кешіктен деп аталатын жасақ болды. Бұл жасақ барлық әскерлердің ішінден таңдалып алынатын Шыңғысханның жеке басын қорғайтын 1000 әскер. Осы 1000 әскер Шыңғысхан үшін басын бәйгеге тігетіндер еді. Мүмкін Шыңғысханның осы уақытқа дейін ұзақ жылдар бойы қолға түспей, жауларына оңай берілмеуінің бірден бір құпиясы осы кешіктенде болуы әбден мүмкін. Шыңғысхан 1227 жылы дүниеден озарда өзінің қарамағына өткен жерлерді 4 ұлына бөліп берді. Шыңғысханның ұрпақтары өте көп болғаны белгілі, бірақ солардың ішінде мұрагер ретінде өзінің бәйбішесі Бөртеден туған 4 ұл ғана мойындалады. Олар Жошы, Шағатай, Үгедей және Төле. Осы 4 ұлына бөліп берген жерлерді Інжу деп атайды. Інжу сөзі кейіннен ұлыс деп алмастырылды. Шыңғысхан өлгеннен кейін оның ұрпақтарының ішіндегі алауыздықтардың күшеюі көбейеді. Әсіресе осы Жошы ханның ұрпағы Бату орталыққа бағынудан бас тартып, құрылтай жиналысына ең алғаш бармаған тұлға. Өйткені Батый Жошы ұлысына иелік еткеннен кейін өзінің күшін көрсету мақсатында Европаға жорық жариялайды. Шыңғысхан империясының батыс Европаға дейінгі шабуылдарын ұйымдастырған осы Батый хан болса, 1236-1242 жылдары осы Европаны бағындыру жылдары деп мойындалған. Батый Жошы ұлысында билік етіп, оны Алтын Орда деп атайды. Қазіргі кіретін территориясы Қазақстан аумағы. Шағатайға Қазақстанның оңтүстігі Орта Азия территориялары беріледі. Ал Үгедейге Қазақстанның Алтай, Ертіс өңірлерінен бастап Моңғолия территориясы толық кіреді және Қытай енгізіледі. Негізгі Шыңғысхан өлгеннен кейін билікке отыру керек болатын Төле болса, Төленің билігінің әлсіздігінен ұлы хағандық Үгедейге өтеді.
Ал кейінгі төленің ұрпақтарының ішіндегі бас көтерері Хулагу болғандықтан, Хулагу өзі жаулап алған батыс Европадағы қазіргі Иран, Орта Азия аймақтарының барлық жерлерінде өзінің мемлекетін, Хулагу мемлекетін дүниеге әкелді. Алтын Орда мемлекетінің негізін қалаған Батый хан. Хулагу мемлекетінің негізін қалаған Хулагудың өзі. Кейінгі үгедей мен төленің жері қосылған үлкен ұлысты билігін жүргізген ең атақты хан Құбылай Юань мемлекетінің негізін қалайды, және Шағатайдың ұрпағы Кебек өзінің мемлекетін құрып, өте үлкен дипломатиямен көзге түседі. Әсіресе осы Юань мемлекеті туралы мәліметтерді Европа саяхатшысы Марко Полоның деректерінен кездестіруге болады. Марко Поло Юань мемлекетіне саяхаттап келіп, Құбылайдың қол астында 15 жыл бойы қызмет атқарған. Тіпті Құбылайдың осы Марко Полоның жазған еңбектеріне ырза болғаны соншалық, оны өзінің сарайында да ұзақ жылдар бойы қызмет етуге шақырған деген дерек бар.